Тойжігіт Әли Мүсәліұлы 1954 жылдың 26 сәуірінде дүниеге келген. Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетін 1976 жылы бітіріп, алғашқы еңбек жолын Орталық Қазақстан газетінен бастаған. Кейіннен облыстық мәдениет басқармасында бөлім меңгерушісі болды. 1978 жылдан бері Қарағанды облыстық телерадио комитетінде редактор, аға редактор, бөлім меңгерушісі, бас редактор болып тек Сарыарқа телеарнасында 43 жыл жұмыс істеді. Әли Тойжігіт алғашқы жылдары Жас қанат телебағдарламасын жүргізді. Ол жастардың патриоттық сезімін, еңбекке деген құлшынысы мен жетістігін, ұлттық рухани байлығын және отанға деген асыл мұратын әрдайым тілге тиек етті. Соның нәтижесінде автор 1988 жылы Алматыда өткен жастардың бүкіл одақтық жігер фестивалінің дипломанты атанды. Өмір мектебінен өтіп, мол тәжірибе жинақтаған журналист басқа да тақырыптарға бетбұрыс жасады. Кен қопарған кеншілер мен от жалынға оранған металлургтер, дала төсіндегі дихандар мен малшылар, білім мен мәдениет, денсаулық пен спорт саласының саңлақтары оның назарынан тыс қалған жоқ. Әр жылдары дайындаған өндірісті өлке, ауылым алтын бесігім, шипагер, ана тілімізді ардақтайық деген хабарлары республикалық телерадио байқауларының бас жүлдесін жеңіп алды. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы жемісті еңбегі үшін Әли Тойжігітке 2004 жылы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері атағы берілді. 2007 жылы Қарағанды облысы әкімінің Алтын Сұңқар сыйлығының лауреаты атанып, 2010 жылы бұқаралық ақпарат құралдары арасында өткен республикалық байқауда Нұр Сұңқар жүлдесін жеңіп алды. Ал Ғибрат бағдарламасы 2012 жылы Қазақстан ұлттық телерадио корпорациясының ең үздік хабар номинациясы бойынша бас жүлдесіне ие болды. Өндіріс тақырыбы қашанда өзекті. Осы саланы тереңнен қаузайтын Қазақстанда жасалған деп аталатын хабары республикалық алтын қалам конкурсында жеңімпаз атанды. Телеарнаның тарланы жазушылық қырымен де танымал. Оның сыр-сандық, өнегелі өмір, алты атаның ардақтысы, күміс күлкі және Қарағанды теледидарының 60 жылдығына арналған телеарна тынысы деп аталатын кітаптары оқырманның сүйікті дүниесіне айналды. Соңғы 30 жылда білікті журналист күрмеуі қиын күрделі мәселелерді көтеріп, оның оң шешілуіне ықпал жасаған. Әкім мен әңгіме, күнбе-күн, ғибрат, мәселенің мәнісі, бет-бет сияқты авторлық хабарларын жүргізді. Бұл бағдарламалар көтерген тақырыптарының маңыздылығы мен көпшіліктің көңілінен шыға білді. Ал көрерменнің көз айымына бөленген уақыт кезет деп аталатын хабарын әріптестері әлі күнге дейін жалғастырып келеді. Әли Тойжігіт үлгілі отбасының иесі. Ұл қыздары қазір ер жетіп азамат атанған. Жолдасы Мүслима жоғары оқу орнында ұзақ жыл ұстаз болған. Қарынды қаламгер әр жылдары Қарағанды қалалық кеңесі мен мәслихатының атқарған ауқымды іс-шаралары, тұрақты комиссия отырыстары және депутаттардың мақсат міндеттері туралы халық және депутат бағдарламасын дайындады. Сондай-ақ Кеншілер қаласының экономикалық әлеуметтік тұрмыс жағдайы және тұрғын үй 91 бағдарламасы жөнінде студия қонақтарымен талай рет сұхбат өткізді. Әли Тойжігіт журналистика саласындағы ұзақ жылғы еңбегі үшін Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хатымен 2 мәрте марапатталған. Бұған қоса тәуелсіз республикамыздың 20 жылдығына арналған мерекелік медаль мен Қарағанды телевидениесінің алтын белгісіне ие болды. Қазақстанның құрметті журналисі, Қазақстан Республикасының ақпарат саласының үздігі және Қазақ телевизиясының ардагері атанды. Ой, бисмиллахиррахманиррахим. Алейкум, ой. Еке қалай? Қош келдіңіз. Денсаулық қалай, жағдайларың жақсы ма? Қара шаңырақ Өкметов атындағы ғылыми зерттеу университетіне қош келдіңіз. Ой, менің сүйікті қара шаңырағым ғой. Осы жердің түлегім ғой, мен осы жерді бітіріп жатқан. Бөтен емес. Қалдарыңыз қалай, жағдайлар жақсы ма? Бүгін сізді мынау ескі жылдың соңында, жаңа жылдың қарсаңында бір сырлы сұхбатқа шақырып отырмыз. Рахмет. Ұстазсыз, ардагер журналистсіз, жастарға бір үлгі өнеге болатындай бір сырлы сұхбат жүргізсеңіз, Дұрыс. қуана қарсы аламыз. Әлімжан, бұл шаңырақтың орны бөлек қой. 50 жыл бұрын осы университетті бітіріп шыққан едім. Шіркін университет ай. Әлеке, қош келдіңіз. Рахмет. Мынау сізді өмірде де, өнерде де аға тұтамыз, ұстаз тұтамыз. Бүгін біздің сұхбаттаймыз
хабарына келіп қалдыңыз. Енді сізге ең алғашқы бір сұрақ, осы журналистикаға қалай келдіңіз? Содан бастасаңыз. Бірінші арнайы шақырғандарыңызға көп ризалығымды білдіремін. Ал енді сұрағыңызға келетін болсақ, журналистикаға келуім менің сол мектепте жүргенде басталған сияқты. Неге десеңіз, мен өте осы жазуға құмар едім. Ептеп өлең жазатыным бар еді мектепте жүрген кезде. Сол 7-ші класстан бастап, ол кезде класс дейміз ғой, қазір 7-ші сынып дейміз. Сол 7-ші сыныптан бастап қолыма қалам алып өлең жаза бастадым. Енді ол өлеңдерді аудандық газетке, Шаруа дейтін аудандық газет болды. Соған бердім. Одан кейін барып мектептегі болып жатқан үлкенді кішілі кездесулер, мерекелік шаралар туралы, тіпті ауылымыздағы механизаторлар, шопандар туралы мақалалар жазып, сол аудандық газеттің штаттан тіс тілшісі болдым. Пионер газет бар, қазір Жасылан газеті, ол енді 1 миллионмен тиражбен тарайды. Бүкіл Қазақстанға, тіпті Өзбекстанға, Қырғызстанға дейін тарайды. Соған жаңағы жарысып мақала жазамын. Кейде өлеңдер шықпады. Менің алғашқы журналистикалық қадамым сол мектептен басталды. Мен жаңа осы сіздің сұрақ қоятыныңызды білгендей, мына бір құжатты алып келдім. Міне көрдіңіз бе? Қараңызшы. Удостоверение дейді. 1970 жылы штаттан тыс тілші деп аудандық газеттің бас редакторы Дастан Батыров деген ағамыз мені ол кезде 5 мамыр баспасөз күні Кеңес одағы кезінде. Соны мына 70 жылы Владимир Ильич Лениннің 100 жылдығы тойланып жатқан кезде мектептен оқып жүрген кезде шақырып алып, осы удостоверение берген еді. 53 жыл болды ма, 54 жыл болды? 54 жылдан бері осы менің архивімде сақталып отыр. Мені журналистика етесі осы удостоверение көз болды. Менің көз жап-жас. Ал енді осындай үлкен шығармашылық ізденісіңіз болды, балалық арман қиялыңыз болды. Бірақ сізде осы оқу орнының филология факультетін бітіріпсіз, сонда оқыпсыз. Бұл қалай енді? Алматыға бармадыңыз ба? Дұрыс. Өте сұрақ. Енді мектепті бітіргеннен кейін журналистикаға барайын десем, Қазақстанда бір-ақ жерде ғана журналистика факультеті бар. Ол ұлттық Алматыдағы ұлттық университет, Казгу дейміз енді. Сол кездегі терминмен айтқанда Казгу деген. Оған баруға мүмкіншілігім болмады да, мен осы Қарағандыға келгім келді. Шіркін-ай, осыға мүмкін журналистика факультет бөлімі ашылып қалар деген ой бар. Бізде университет ашылып па еді? Ол кезде университет ашылған жоқ. Мен 71 жылды бітірдім дағы осы Қарағанды педагогика институтының қазақ тілі бөліміне оқуға түстім. Енді алдымен тілді білуіміз керек қой. Тілді неғұрлым көп білсең, ол журналистиканың ауылы алыс емес қой. Тілді журналистика ол тілдің арқасында бүкіл жазатының да, айтатының да өзіміздің ана тіліміз. Қазақша айтқанда жаңағы ана тілің ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді дегендей, осы ана тілімізді жете меңгеру үшін осы кейін карго болды ғой. Сіз бірінші курста ма, екінші курста оқып жүргенде осы университет ашылды ма? Университет ашылды. Университет 1972 жылы біз бірінші курсты бітірейін деп жатқан кезімізде ашылды. Март айында ашылды, наурыз айында ашылды. Ол кезде басшы біздің Ибни ағамыз. Университет ашылған кезде Ибни Арыстанұлы ректор болғаннан кейін алғашқы кездесуін жатақханада студенттермен дидарласумен бастады. Онда кезде мынау Бульвар Мира деген 35-те тұрамыз. Бір кезде айтты, ойбай ректор келе жатыр екен, студент жатақхананы аралап жүр деді. Біздің жатақхананың старысы дейді ғой, Сағат Төлеуов дейтін азамат, ойбай әлеке сендердің бөлмелерін басқаларға қарағанда тазалау, қасында бір кісі бар, кабинетте отырыңыздар, жинап отырыңыздар деп. Сен өзіміз жаңағы дайындалып жатқанымызсың, кешкі сағат 7-лердің алып болып қалған кез, сабаққа дайындалып жатыр, бұрақта кіріп келді. Содан кейін, ой балалар қалдайсыңдар деп сұрап, содан кейін
айттық, енді естуіміз бар ректорды. Қайта қуанып қарап тұрмыз. Қасында бір кісі бар, қасында партия ұйымының хатшысы бар, Мұрат Кәрменович Смағұлов деген ағамыз. Содан осылай қайдан осындар? Біз осындай филфакта оқимыз, қазақ бөлімінде оқып жатырмыз. Ой, жақсы екенсің, осындай. Ой, жақсы тұрады екенсіңдер. Ой, өздерің сабақ оқып жатыр екенсіңдер деді. Содан біз мәз болып, содан сөйтіп ана кісі қасына тұр. Бірақ та айтам, жақсы, қазақ бөлімінде оқысаңдар, сендер әдебиет теориясы деген сабақ өтетін месіңдер? Өтеді. Ойбай, әдебиет теориясының негіздері деген сабақ өтеді. Оны кандидат, ғылым кандидаты Қабил Лекеров ағамыз сабақ береді, ұстазымыз. Ол авторы кім еді ананың жаңағы кітаптарының, әлгі кітаптарын деп жатыр. Ой, қазақ әдебиет теориясының негіздері академик Зейнолла Қабдолов деген өзі оқысы жазушы, өзі осындай ғалым, сол кісінің кітабын оқып, әдебиет теориясына үйреніп жатырмыз дедім мен. Ой, мыналар мықты екен деді. Дұрыс. Оқысының қандай кітаптарын білесің деді. Одан кейін мен айттым, жалын, ұшқын дейтін романдары бар. Ой, жақсы екен ай деп, жаңағы Ебекең ырза болып қалды. Мен күтпеген сұрақ. Самат, Таңсық дейтін жігіттермен тұрмын. Бірақ та саған Төлеу дейтін өлетін бала көрге қарап жүгіреді дейді ғой. Қасымыздағы жаңағы старшысымыз айтты, жаңағы жатақхананың басшысы. Ойбай, жалын деген журналын, романын жанында оқыдық, жақында диспут өткіздік. Керемет жақсы жазыпты, Зейнолла Қабдолов деп сөйтеді. Онда айта ғой, кейіпкерлер кім деді. Ана басын сипатта қалды, айта алмай қалды. Кейін қасымда Таңсық айтты, онда Жамар бар, Тайман бар, басты кейіпкерлер, мұнайшылар өмірден жазылған жалын несін, жаңа романның шығармасын деп. Дұрыс, білмесең онда біліп қой, Зейнолла Қабдолов деген автор мына кісі болады деді. Сол кезде барып аңтан қалдық қой, сөйтсек баяғы академиямыз біз оқып жүрген, өмір көрмеген Зейнолла Қабдоловты сол жерде таныстық. Ал енді балауса жөнінде де осы сіздер алғашқы аштыңыздар ғой осы балауса? Балауса үйірмесі негізінде біздің алдымызда ашылған екен. Оны мына Абзал Бөкенов деген ақын біздің алдымыз ең соңғы курста оқып жатқан сол кезде. Солар ашқан екен. Балауса деп, ол Жұмекен Нәжімеддиновтің алғашқы өлеңдер шығармасы балауса деп аталынады. Соның құрметіне қойып осыны ашқан екен. Енді о жағын Абзал тамаша қылып айтады. Ал енді біз түскен кездерде балауса үйірмесі керемет жақсы істеді. Енді бір кереметтілігі, жаңа Евней Арыстанұлы осы балауса үйірмесіне жиі келетін. Өте жиі келетін. Енді ректор уақытының қандай тапшылығына қарамастан біздің айына бір рет кездесеміз. Кейде аяқ астынан 2 рет кездесіп қалатын бар, үйірменің отырысы бар. Мен сол балауса үйірмесінің былайша айтқанда хатшысымын. Жетекшіміз Мұрат Кәрменович Смағұлов болды. Сіздің шығармашылығыңызға әсер етті ме осы балауса? Өткенде қандай әсер еткенде қандай. Ең бірінші мұлау, мұнда әсіресе ақындарымыз студенттер өмірден көбірек шығарма жазды. Оның үстіне анандай ректор келіп, сенің өлеңіңді, прозалық шығармаларды талдап, пікірін айтып жатса, қалай шабыттанбайсыз? Ана күнгідей Ебекең баға береді. Біз оны жиі қабылдадық, жақсы қабылдадық. Ол кезде студенттер, мынау Абзал Бөкенов, соңғы курста оқиды. Сәбит Бексейітов, одан мықты жаңарқан жігіттер ақын, біз алдымызда бітіп отырады. Одан кейін баратын Базар Мамыр, одан кейін ептен мен өзіптері, мен де өлең жазамын. Одан кейін бардым Нұрғали Ибраев деген әлі де мына Шардарда тұрады, жақсы ақын, Таңсық Тіленшиев, Шымкентте тұратын ақын, Жұмағали Қоғабаев. Одан кейін айта берсе өте көп. Сонда жаңағы Ебекең біздің өлеңдерімізді тыңдап, рахаттанып, өзі бір кең адам еді ғой, рахаттанып күледі. Тіл несін айтады, өзінің пікірін айтады. Жүрегімізде жылылық дейді. Тіпті кейін кездескен кездерде айтып жүрді. Базар Мамыр деген өте бір мықты ақын болып шықты кейін. Фариза Оңғарсынова алғы сөз жазды тұңғыш кітабын. Фариза Оңғарсынова, ол кез келген адамға жасқа ол батасын бере бермейді ғой. Мені мықты ақын. Сол студент кезде Ебекең студенттің пейілі кең болса да, дастарханы бай деген
өлеңі бар еді. Соны жаттап алды Ебекең. Міне осы базар сияқты жазыңдар деп арасында айтады. Енді бір кереметтілігі тек қана поэзия емес, Ебіне Арыстановшы әдебиеттің нағыз білгірі болды ғой, сыншы болды, аудармашы болды. Ол Есениннің өлеңдерін, Маяковский «Хорошо» дейтін поэмасын аударды, Эмиль Золяның әңгімелерін аударды, бір қазақ тіліне аударған. Керемет, өзі мамандық химик бола тұрып, өзі ректор бола жүріп, осындай шығармаларды ауыстырды. Сіздердің сонда жазған туындыларыңызды өзі қарап, баға беріп, әдемілеп тұрып, қасыңызға айтады, қарап сын отырып, айтады. мына сын айтады. Үнген ренжімеңдер дейді. Сын түзілмей, мін түзілмейді деген. Сында түзіліп отырды. Бір-біріңе пікір айтыңдар. Сонда өйткені ол өлең бір адамның өлеңі емес. Автор сен болуың мүмкін, бірақ сен бүкіл оқырманға беріп отырсың ғой. Оқырман оқып, одан рухани ләззат алу керек. Ал ләззат алу үшін ол әбден пісіп, жетіліп, жұмырланып, әдемі болып оқырманның жүрегіне жол табу керек дейді. Енді бір нәрсені айта кеткім келеді. Аудармашы ол Қараша поэмасын қалай аударған айтты. Енді көркем шығарма ғой. Қараша деді, бір үлкен тола келген, ет жеңді келген образ, әйелдің образы бар. Соны айтады. Ана мен 2 күнде аудардым. 2 күнде аударып бітіріп бүкіл поэманы. Бірақ ішінде жаңағы образды 3 күн жүріп әрең аудардым дейді. Бірақ куплет өлең дейді. Соның кейін қалай болды деймін сұраймыз ғой. Сөйтсең жаңағы толық келген әйелді суреттейді, қазақшасы былай болды дейді. Қыз емес қой, бұл бір құт, қос емшегі 2 пұт дейді. Көрдің бе? Ана теңеу, ана толық келген кейіпкердің образын, осын дейді 3 күн аударылмадым, бірнеше вариантын аудардым, көңілімнен шықпады. Содан ең ақырында осында тоқтаған кезде деп тоқтадым ғой дейді. Енді тура болды бердім, образын тура бердім. Міне аудармаға қойылатын талапты айтты. Енді биыл осы Емне ағамызға 100 жыл ғасырлық тойы болып, мынау жылдың басынан бері тойланып жатыр. Жалғыз біздің Қарағанды, Арқа атырабында емес, бүкіл Қазақстан, бүкіл еліміз тойлап жатыр. Еліміз атап өтіп жатыр, еске алып жатыр. Тіпті мынау шет елде, Американың өзінде ол кісінің бір күндері өтіпті. Біз соған қуанамыз. Міне сіздің қысқа ғана үзінді әңгімеңіздің өзі мынау студенттерге үлкен ғибрат болады деп ойлаймыз. Мен осы Ебекеңнің 100 жылдығына арнап орталық Қазақстан газетіне және Қазақ әдебиет газетіне, одан кейін біздің осы университеттің жастар әлемі журналына үлкен көлемді мақала жаздым. Ғибратқа толы ғұмыр деп. Ебекең туралы. Онда осы жаңағы балаусадан алған кездескен әсерлеріміздің аудармасы мәселесі, тағдыр оның қарапайымдылығы, өзінің оның осы әдебиетке деген керемет құштарлығын басқаша да мақалаларын мен толықтырып жаздым. Одан кейін Ебекең туралы, Ебекең ол жастардың ұстазы еді ғой. Жастардың ұстазы, ұлы тұлғаның ұлағатты сөздерін жастарға білсін деген ниетпен оның бір әдемі сөздерін үзінді келтіріп осы журналға жарияладым. Журнал биылғы жылғы 11-ші нөмірде жарық көрді. Жастар оқыса көп дүниені, Ебекеңнің кім екенін тағы бір қырынан танитын болады. Өте жақсы. Енді біз журналист ретінде үнемі ұлтымыздың ұлы тұлғаларын насихаттаймыз. Өйткені ол үлгі өнеге болсын жастарға, ғибрат алсын, танымдық тауларына жетелесін деген ниеттен осы кісілердің үлгілі өмірін, шығармашылық мұраларын көпшілікке танытып жүрміз. Сіз өзіңіз мынау 40 жылдан астам осы Қарағанды телевидениесінде жүргенде талай тұлғалармен кездесіп, талай тұлғаларды сұхбатқа шақырдыңыз, олардың үлгілі өмірін көпке үлгі еттіңіз. Енді осы орайда сіз студент шағыңызда мынау ұлы ақындар Мұқағали мен Олжас ағаларымызды көріпсіз. Бір әңгімеңізде суретке бірге түстік деп айтып қалдыңыз. Осы жөнінде бір осы аңызға айналған ағаларымыз жөнінде кішкене айтып өтсеңіз, жастарға үлгі өнеге болсын. Дұрыс, өте жақсы. Бұл 1975 жыл болатын. Ол кезде мен 4-ші курста оқып жүрген кезімде, жаңа әңгіменің басында айтып өттім ғой, ептеп өлең жазам.
газеттерге шығып жатады. Өзіміздің университеттің газетіне шығатын, орталық Қазақстанға, басқа да басылымдарға. Сол кезде мынау Жайық Бектұров дейтін ағамыз болды. Облыстық, Қарағанды облыстық жазушылар одағының Қазақстанның филиалының басшысы болды, жетекшісі. Сол кісі 75 жылдың желтоқсан айында 3-5 күні республикалық жас ақын жазушылардың кеңесі, 3-ші кеңесі Алматыда өтетін болды да, соған Қарағанды облысынан 4 ақынды жіберді делегат ретінде. Енді өлеңді ақындар көп қой, соның ішінде іріктеп 4-еу жіберді. Соның бірі мен болдым. Екіншісі Тортай Сәдуақасов, осы Каргөде оқитын студент болатын бір көрсетеміз. Абзал Бөкенов, Тілеуғазы Бейсенбек, осы 4-еуміз жіберді. Содан 1975 жылда 3-5 желтоқсанда Алматыда өткен республикалық кеңесте біз көптеген ұлы тұлғаларды көрдік. Енді 3 күн бойы өлеңдерімізді, шығармаларымызды таңдады, соны іріктеп алып, секциялар жұмыс дейді, секциялар бөлінді. Біз Хамит Ерғали мен Тұманбай Молдағалиевтің секциясына түстім мен, жаңағы Тортай Қадыр Мырзалиевтің секциясына түсті. Осылай бөлініп кетті. 3 күн бойы бір-бірлеріміздің шығармаларымызды талдадық. Ол басқа, біз Қарағандыдан барған 150 жас келді қатысты ғой. Оның ішінде әңгіме жазатыны бар, сықақ жазатыны бар, поэзиядан бар, драматургия, әр жанрды қамтыған жастар сонда болды. Әнуар Әлімжанов ол кезде бірінші секретар, қазір жазушылар одағының төрағасы, осы ашылған кезде өзінің батасын беріп, жастарға сәт сапар тіледі. Әбділер Тәжібаев өзінің ақ тілегін айтты. Сол кезде біз Олжас Сүлейменовпен кездесіп қалдық. Айтты, жас кезі, оның дүрілдеп атақты болып тұрған кезі, бір сағат түскі мезгіл кездерінде ақындармен суретке түсулеріне болады деген кезде кімді іздеп жүрер сол кезде. Бірақ аяқ астынан кездесіп қалды да біз суретке түсе қойдық. Ол суретіңіз бар ғой? Ол сурет бар, бүгін алып келдім, көресіздер. Сол суретке аяқ астынан бірінші қабатта жазушылардан түсе қалдық. Ойбай әрең түстік қой енді, асығып бара жатқан жалынып, Абзал, мен бар, Тілеуғазы бар, үшеуміз түстік. Ол суретті енді ертеңіне қызық болды ғой. Ертеңіне ана фотограф Александр Николаевич дейтін бір шал екен. Таңертең келсек, ананың қолында да фото, мынаның қолында да фото. Ондағы фотолар жаңағы мен түскен, үшеуміз түскен, Олжаспен түскен сурет, ана жастың, мына жасында. Сөйтсем, анау шалдың мықтылығына қараңызшы, жаңағы фотограф. 100 данасын шығарып кетті да. Ай, ол 100-ден тарихи сурет. Тарихи сурет. Әрі қайсы 50 тиыннан сатып, енді бізге бер десек, жоқ, таусылып қалды дейді. Сені сонда айтады, ертені шығарып әкеп берді, Абзалға да, маған да бір-бірден алдық. Қалғандардың бәрі талап алған ғой. Абзалдың айтқан сөзі бар, әлеке ол біз үшін алды дейсің ба, ол жаз үшін бәрі сөйтіп алған ғой дейді. Сөйтсем жаңағы шалың бір тоқтының ақшасын шығардым дейіп, мәз болып тұр жаңағы жан-жағастар. Енді ұлы Мұқағали сол жиында бар. Енді бір қызығы таңертең Мұқағали таңертең тамақ ішіп жерде көрдік. Біз танымаймыз, суретін білеміз. Тілеуғазы айтты, ана отырған Мұқағали Мақатаев деді, тамақтанып, таңертеңгі оразасын ашып отыр. Жазушылар үйінің жанында асхана бар екен, сода екен. Содан кейін ойпырмай сол ма екен деп тұрдық. Ана кісілер сол дейді, шетте отырған екен, өзі ішіп тамақ ішіп отыр екен. Содан бір басталатын болды сағат 10-да, келесі күні. Сағат 10-да бәріміз жинап, енді секцияны жұмысқа бөлініп кетейін деп жатқан кезде, жаңа асханада көрген ағамызды көрдік. Үстіне қоңыр пальтосы бар, шашы өскен, серпіп тастап келді. Содан кейін балалар, мен Мұқағали Мақатаев деген ағаларың болам деді. Бәріміз сол кезде барып бәрімізді көріп сезіне қойдық. Лестницамен көтеріп бар жақтан бәрі тоқтай қалды. Келіңдер, секцияның жұмыстарың басталғанша мен бір-екі өлең оқып берейін деді. Сонда әлі есімде, ол кезде бір қызыл дәптер болатын, 96 беттік қызыл дәптер. Соны бұлай парақтады да, мынау менің түнге жазған, төрттер жазған өлеңім. Емделіп келем, емделіп жүрмін, ауырып жүрмін, емделіп жүрмін.
бәрі мен жақсылар берген дәрмен деп өлеңін оқығанда шалқамыздан түстік. Көрдіңіз бе, шалқамыздан түстік. Балалар бәрі жүгіріп топырлап бүйтіп тұрып ашып беріп, мынау түнгі сағат 2:30-де жазған өлеңім еді деп оны айтты. Соңғы кездері ғой, ең соңғы кездер. Бұл 75-ші жылдың 4-ші желтоқсан күні сағат 10-да. Одан кейін ал енді балалар бара қойыңдар, жұмыстарынан қалып қоймаңдар деді. Сөйтіп тұрды. Сергей, Сергелденге түстім ғой, мен де сендей деді. Өзінің Бұл ептеп қышқылдатып жүрген, ептеп өмірден азды көпті шығармашы адам ғой, түңіліңкіреп жүрген кезі болса керек. Бұл 1975 жыл еді. Содан бір-екі айдан кейін содан келесі күні қорытынды болған кезде тағы да келді. Содан кейін жастармен бірге өлең оқыған екен, өлеңнің өзінің анау поэзия туралы сен мені егізбедің, сенесің бе, сен мені негіздедің деген өлеңін оқыды ғой. Халық қол шапалақтап тұрды залда отырғанда. Содан Қалжан Бекқожин жүргізіп отырды. Ал енді мен осы бір өлеңімді жетет, қалғандарын жастар өздері өлеңі оқысын деп, мен енді бас жазайын деп, ақырын жылжып шығып кетті. Арамыздан сол кеткеннен мол кетті. Келесі жылдың арада бір 4 ай өткеннен кейін, 3 ай өткеннен кейін 1976 жылдың наурыз айында қайтыс болды. Бұл біздің соңғы рет көруіміз еді. Қандай естелік. Енді Әлеке, мынау осы жаңа тұлғалар деп жатырмыз ғой. Тағы да бір таудай тұлғамыз бар, мықты ақын Мұхтар Шаханов. Менің інім той жігіті Әлиді бүкіл Қарағанды таниды деп сізге өлең арнапты. Бұл қай кезде қалай болды? Жұмысқа тұрып атқан кезім, содан жас қанат дейтін хабардайындарын, сол енді жастар өмірі, кеншілер өмірі, бірлік өндіріс саласын, жоғары оқу орындары бар, барлық жастарды сол тақырыпқа шағындап, бейімдеп, сол жұмыс істеп атқан кезімде, енді жастық жігер, содан кейін өзінің жаңа Шахановтың өлеңдерін жақсы көрем. Содан бастығыма айттым, давай, мен осы Шахановты шақырып, жастармен кездесу өткізіп, осындай өздерінің сияқты бір хабар ұйымдастырайын, 1 сағат қойып, бастығым келісті. Содан Қуаныш Сұлтанов деген ол кезде ЛКСМ-нің Қазақстан басшысы соған хат жазып, Мұхтар Шахановты шақырттыңыз. Иә, шақыртып алдым. Ол кезде творчестволық жастар бөлімінің бастығы Мұхтар Шаханов. Содан келді. Бұл 1981 жылдың 18 наурыз күні болады. 1981 18 наурыз. Содан кездестік, күтіп алдық. Оның күтіп алуының тарихының өзі керемет. Біздің осы университеттің студенттері әліге ризалығымды айтамын. Өткенде таңертең аэропортқа барсақ, енді менің астымда мәшине жоқ. Обком комсомол Волгасына жаңа уәде берді. Апарайық десек, самолетке барып тосып алайық десек, Волга жоқ. Жұмысқа келем, телевидениеде мәшине жоқ. Содан итшілеп, қиналып жүріп, бір оқта әйтеуір бір май сасыған уәзіп келіп қалды. Өзін сонымен әкеп аэропортқа келдік қой. Бір күн бұрын айтып кеткем, ертең Шаханов келеді деп осы баласы үйірмесінің мүшелерімен. Сонда мынау аэропортқа келсек, айналайын осы каргодың студенттері. Оның үстінде мынау қазір Шапағат бар. Филологияның докторы. Жармахан Шапағат. Иә, сіздердің әріптестеріңіз ғой. Солар бар, бір топ студент аэропортқа барсам, қолдарында гүл, Мұхтар Шахановқа гүл ұсынып, самолеттен тосып алып, мені тосып тұр да. Мұхтар Шаханов бірінші рет келіп отыр. Мен тосып алуым керек. Мен әлі машина іздеп далада жүрмелі. Обком комсомол. Содан кейін кешірім сұрап, май сасыған машинеге мінгізіп телевидение алып кеттік. Содан сол телевидениеде кездесу өткіздік. Жақсы кездесу болды. Студенттер қатысты. Ертеңіне осы каргоға алып келдік. Мына жаңа корпус қой. Содан кейін өлеңін оқыды. Болат Байтанаев филолог факультетінің деканы, Задан Жұмағалиев зав кафедра, Мұрат Кәменович бар, Кәрібаева бар, Бақыт Кәрібаева. Барлығы студенттер жинап баласы үйірмесімен сонда керемет 1 сағат емес 2 сағат кездесу болды ғой. Осы Каргудың осы бас корпусындағы акт залында өткіздік, үлкен залда. Ойбай, студенттер
толып орын болған жоқ қой. Сондан кейін барып тұрып, мен жаңағы өлеңіме келейін дедім. Содан үйіме шақырдым ғой. Өзім студент жаңа ғана келген. Содан бір қой сойып, шақанды үйіме шақырып, содан кейін алдына бас қойдым. Жайық Бектұров бар ағамыз ертіп жүрген. Сонымен ет асып, жеңгеңізді соны бердік. Содан кейін риза болып, қарны ашқан күні бойы. Содан кейін жаңа өлең шығарып берді. Менің інім Тойжігітов Әлиді қазір бүкіл Қарағанды таниды. Ұшқыр қиял жақындатсын, алсын, ертең оны бүкіл қазақ танысын. Ау мен деп батасын беріп, автограф жазып берді қолтаңба. Батасы қабыл болды. Мен де Аллаға шүкір, содан бері 43 жыл Қарағанды телевидениесінде еңбек еттім. Енді әлеге тағы бір сұрақтың реті, өткенде біз сізбен кезіккенде, бір кездесуде, жақсы отырып әңгімелескенде сөз арасында айтып қалдыңыз. Мен кезінде осы ғылыми диссертацияда жаздым, бірақ қорғай алмай қалдым дедіңіз бе? Оның тарихы мынандай. Кейін мен мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті болғаннан кейін, мен осы университет жаман бітірген жоқпын. Содан кейін енді журналистиканың ауылы алыстап қалды. 5 жыл осында оқығаннан кейін мен енді ғылымға бет бұрайын деп, ғылымға бет бұрдым. Осы студенттердің ол кезде ғылыми кеңесі жұмыс істейді. Задан ағамыз жетекші, соның біраз мақал, менің бір ғылыми мақалам жазған автореферат сияқты ғой, нәрсе ғой бір шүкірім. Сол Алматыда студенттер, республикалық студенттерінің әдебиетші жастар арасында бір рефератым жақсы бағалып келді. Конференция өтті. Сонда келгенге задан айдай, сен бала, осы бала дейтін еді ғой, задан сіздерге задан сабақ берді ғой. Бала дейді, мен бала, сен осы ғылымға бейің бар ғой, сен осыған не қылсайшы, ден қойсайшы, уақыт баса жақындап келе жатыр. Бұл 3-ші курста болады, 4-ші курста болады. Жарайды. Содан мен жетекші тауып берейін деді. Содан мен өзіміз білесіз Тұрсынбек Кәкішев осы неге келіп қалды, мынау май айында емтиханның төрағасы болып келіп қалды дағы. Сонымен мен Тұрсынбек Кәкішевпен таныстырдым. Тұрсекең, мінді, болды. Зәкең айтса болды деді. Содан мен сол университетті бітірер кезде жаздым. Уже тақырыбы алдым, бітіріп жатқан кезімде. Кейін жаңа алдымда саясаткер болып алдым, кірістім. Одан кейін баяғы Зейнолла Ғабдоловтың алдына бардым ғой. Одан сөйтсем, олар ғылыми кеңесінің төрағасы екен, сол бекітеді екен. Соған барып, Тұрсекең жетектеп ертіп бар, мына бала осындай деп. Деген тақырыпты бекітті, тақырыбында қазақ әдебиетіндегі социалистік реализм қалыптасу деген тақырып алды. Керемет тақырып, ойбай. Бірақ ол тақырып мықты болғанымен біраз жұмыстарды істеп жатырмын, менің тісім осынша бата қоймады. Неге? Енді мен ауылдан келген баламын, орысшаным шамалы, орысша май жағып жеуге жетпейді нанға, орысшам. Қиналдым. Өйткені енді орыс тілінде қорғау керек екен оны. Қазіргі қазақ тілінде емес, өзі қазақ әдебиетіндегі. Мәскеу бекітеді. Одан кейін мен одан кейін тапсырма көбейтті. Москваға кітапханаға барып алыңыз, салыстыру керек. Ташкентке бару керек. Ташкенттегі әдебиет пен қазақ әдебиетінің социалистік реализмді Кеңес одағының кезінде сонымен қиналыңқырап қалдым дағы. Тұрсекең ұлы ұстаз ғой, сыншы түсінді. Бала, онша сенің мынаған бет бұрмай жүрсің ғой деп айтып қалды. Онда мен саған басқа тақырып бердім. Кейін басқа тақырып берді. Темірғали Нұртазин ғалым, жазушы, журналист, аудармашы. Ендеше осы 4 тарауғы балдағы осының тыбашты басып, әпсетті қорғап шығасың деді. Құдай берді. Оған енді бұрынғыда емес, қазақшылап енді. Сонан қолыма алдым, сөйтіп университетті бітірдім, телевидениеге ауысып кеттім, жұмысқа кіріп кеттім, журналист болдым. Содан жұмысты біраз жазып бітірдім. Мені бітіремін, ертең бітіремін деп жүрген кезде журналистиканың қызығына түсіп кеттім. Енді ол қалды. Сөйді мен содан кейін Тұрсекең, әлі әкеш дейді, әке апарып көрсеттім. Мынауың дайын тұр ғой. Давай, қорға. Ғылыми кеңеске салайық та, сен қорғатайын. Мынауың дайын тұр. 4 тарауың бүкіл
Темірғали Нұртазиннің образын ашып беріп отырсын, жетеді осы деді. Кітапқа шығарып жіберді, қорғатып алайық деді. Сол кезде жастар ептеп ғылым саласына деген бетбұрыс салып, төменсіреп, баяусырап қалған еді. Журналистика өз қызығына. Одан кейін журналистика мен соның қызығына түсіп кеттім де, сонымен қалып қойдым. Әйтпесе осы кезде өздеріңіздің қатарыңызда болып, паклонымды құшақтап келіп, студенттерге лекция оқып жүрер едім деймін. Жақсы, Әлеке, мынау сіз көп жылдар осы телевидение болдыңыз, 40 жылдан аса, 43 жыл деп отырсыз, сонда осы хабар жүргізген кезде бір қызық сәттер болды ма? Мынау тікелей эфирде дейміз, жалпы хабардың барысында осы бір есте қаларлықтай өзіңіздің бір қызық сәттер болды ма? Ойбай болғанда қандай дейсіз? Бұл телевидение қызықты нәрсе ғой. Мен енді телевидение жүргенде көбінше алғаш кезде жастар жағына, жастар тақырыбына көбірек ден қойдым. Жас қанат деген хабарды жүргізіп отырдым. Енді жас қанат деген жастар тек қана бір салада емес қой. Ол өндірісте, ауыл шаруашылығында, жоғарғы оқу орындарында, басқа да деген салада жастар міндетті түрде бел ортасында жүреді. Мен сол жастар туралы хабар дайындадым. Бірақ ол кезде қазіргідей емес еді. Тікелей эфир болып тұратын, жиі болатын. Күні бұрын жазып алу деген болмай қалатын. Сол күні жазып аласың, сол күні эфирге бересің деп жататын. Оны қазіргідей монтаждап жасау деген өте уақытын көп көтермейді. Сондай талап болып тұрдың. Бір күні қызық болды. Мынау Қазақстанда қой санын 50 миллионға жеткізу деген жоғары Москваның тапсырмасы болды. Леонид Ильич Брежнев генсек бас секретардың талабы Қазақстанда. Енді қойдың санын көбейту үшін енді аудандарда жастарды, шопан жастар бригадасын құру керек деген мәселе. Мұны Шұбартаулықта, Семей облысында. Солар бүкіл Қазақстан жастарын үндеу көтерді мектеп бітірушілерге. Мектеп бітіре салып, комсомол жастар шопандар бригадасын құрайық деп. Сонда инициатива танытты. Ол кезде енді партияның айтқаны ғой. Айтты, болды, құрасын. Барасын, шопан боласын. Бітті. Одан кезде сенің жағдайыңа қарамайды. Сонымен шопандар бригадасын құрдық. Сонда мен хабар дайындадым. Ол кезде комсомол жастар бір жылдың ішінде Қарқаралы ауданынан 21, Егіндібұлақтан 18 және Нұра ауданындағы Амантау, Балықтыкөл, Изенді, Саққоздан 4 комсомол жастар шопандар бригадасы құрылды. Ендігі айтатынымыз, біздің білеміз сол партиядан бастаймыз, распределениеміз сол жақсы жұмыс істеумен аяқталады. Соны мен Қарқаралы ауданынан, Егіндібұлақ ауданынан шопандар бригадасын шақырып, бір жаңа тәлімгер ақсақалды шақырдық. Комсомол комитетінің бірінші секретары Асан Ибраев деген болды, Егіндібұлақ ауданының бірінші секретары. Одан кейін Қарлаш комсомол жастар шопандар бригадасының 2 мүшесін шақырып, хабар ұйымдастырдым. Сағат 2-де запись болу керек. Олар ол кезде сотқа жоқ, рекомпалияға звондап жетекте бәрін алып келеді. Сағат 2-де студия қарап тұр, тосып тұр, әлі кісілерін жоқ. Егіндібұлақ Қарқаралы міне жақын алыс. Содан звондайын десең шығып кеткен дейді. Қазіргідей байланыс жоқ. Байланыс жоқ, оны айтып, соткамыз жоқ. Содан бір уақытта сағат 2-де емес, ырғалып, жыралып сағат 4-те бірақ келді ғой. Өңкейін, ағалар, бауырлар қайда жүрсіңдер? Бізді жазатын уақыт өтіп кетті. Штраф төлеп отырмыз сіздер үшін келмеген үшін. Анау студия алып қойды ақшасын, келмеген деп. Содан кейін бастыққа барып едім. Бастығым Өтен Ахметов, жазушы, бас редактор, содан кейін айтты, бүгін кешке эфирге тікелей шығыңдар деді. Онан кейін алдын дайындалып алыңдар. Онан кейін мен айттым, осындай енді уақыттарыңыз енді сонша жерден келдіңіздер, енді шығарыңыздар. Содан бәріміз алып енді осылай ғой жаңағы. Сіз ақсақал 4 минут сөйлейсіз. Сіз жаңағы тәлімгерлер ең соңында қорытындылайсыз. Асан, сен 2 минут сөйлейсің, және 1 минут сөйлейсің, 2 рет бөліп. Қарлығаш, сен 2 минуттен сөйлейсің, онан кейін Дүйсен, жаңағы комсомол шопан бригадасының бастығы. Соны мынау сөйлейсің, сонда 30 минутты екшеп бөліп алдықтағы, ал енді сағат 6:30-да баста жібердік қой, тікелей осындай эфирді. Тікелей эфир, Алматыдан келіп шығамыз біз. Бастап кеткен кезде, әңгіме қызып кеткен кезде, аналар айтып жатыр, мынау айтып жатыр, ақсақалым қасында отыр. Жоспар бойынша ол ең соңында қорытынды сөйлеу керек. Тікелей эфир, бұрақта айтып қойсақ, режиссерім айтады. Хабарды аяқта. Қалай?
бір алдын 2 минут хабарды бітір. Енді біз анау айтады ғой, тікелей эфирге. Бізге ұмдайды, бізге түсіндіріп жатыр. Мен далбастап ананы аяқтадым дағы, ал енді ақсақал кешіңіз, мынау жақсы әңгіме болды, енді жақсылап қорытындылап беріңіз. Бірақ қана 1 минут қана уақыт қалды дедім. Ал ана шалым ақсақалым, ей, сен не деген жігітсің сен? Сен өтірікші екенсің, сөзіңде тұрмайды екенсің дейді. Ой, ол тікелей эфир ғой, кетіп жатыр. Ойбай ағатай, мен санау Егінті бұлақтан 300 километр жерден, 300 шақырым жерден мен осы хабарға келеді екен. Келіп хабарға 1 минут сөйлейді екен. Сен ақымақты тауыпсың сен. Мен ақымақ қылма. Сен өзің 4 минут сөйлейсің. Мен 4 минут сөйлеймін деді. Ағатай енді жаңа 1 минуттық жартысы кетіп қалды ғой, 40 секунд. Содан тыпыршылап, ана кісінің сөйлеген сөзі, менің сөзім бәрі эфирге кетіп жатыр, бүкіл күліп мәз болып жатқан шығар енді адамдар енді. Мен тыпырлап қоймайды мүмкін. Жарайды енді 1 минутке шығыңдар. Содан басталып, енді осылай деп енді айтып келіп, енді бір 20 секундтен кейін аяғынан, қолынан бүйтіп тоқтата қойыңыз деп, енді тоқтатып айта алмаймын ғой. Ақырын білдіртпей, мына қолына ұстадым қойыңыз деп. Тарт қолыңды дейді. Ойбай, тіпті сасып қалдым. Енді не істерімді білмей, ана жақта төбеден режиссер көріп тұр. Енді соза берейік десек, Алматы кіріп кету керек ол біздің. Біз Алматының ішіне кіреміз ол кезде. Жеке телевидение емес пе қараған. Енді сасайын, енді не істеймін, болмады, енді бірақтан онда жаңағы неге петлишка дейміз ғой, микрофон бар, ананың микрофоны бар, менің микрофоным бар. Содан кейін ана әлі сөйлеп отыр ана кісіден кейін. Содан режиссер айтты, тоқтаттымыз деді. Ананың микрофонын отключить етіп тастады, ал сөйлеп отыр, ол естілмейді, менің сөзім естілді. Ал енді қымбатты көрермендер, осымен хабарымызды аяқтаймыз, жастарға сәттілік тілейміз. Осылайша эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет деді. Ой, сөйтіп тоқтаттым ғой жаңағы ғана көрдіңіз. Ал шал әлі сөйлеп отыр. Микрофон бірақ өшіп. Сондай қызықты сәттер болады. Одан кейін тағы бір қызықты нәрсе болатын дедім. Бауыржан Момышұлы Қарағандыға келді. Интервью алайын деп барып келісті. Қасында кісілер бар, жіберіп келісті. Бірақ та жарайды беремін деді интервьюді. Мүмкін менің жаңа немді сұрақтарын дайындап, енді көбіміз 2 сұрақты дайындап алып келдім. Содан кейін енді болсам «Ты молодой журналист» дейді. Одан кейін орысша сұрайды екен деп қалдым. Мен қазақша алуым керек оны. «Ты молодой журналист» дейді. Сұрақ қояр алдында адам ойлану керек. Ойланбай қойған сұраққа мен жауап бермеймін. «Ты молодой человек, ты молодой журналист» дейді. Аны қарашы. Енді анандай өзің дірілдеп тұрған адам, атақты батырдың алдында қолын алып, оны микрофон алып, оны интервью алам деп, іштей толқып тұрған адамға анандай сөз айтқан, «Ты молодой журналист». Мен ойланбай қойған сұраққа жауап бермеймін деді. Түрін өзгерді. Албастылап қалдым, енді жауап қоятын сұрағымды ұмытып қалдым. Одан кейін бастап бердім. Ой жоқ, Алла сәтін салды, жауап берді, жақсы болды. Мені көрдіңіз бе? Небір ұлы тұлғалар талай кездесіп, тосын жағдайлар бола береді ғой. Мен бір оннан 100-ден бір бөлігін ғана айтып жаттым. 43 жылда қаншама қиындықтарды бастан кешірдік. Ал енді осы орайда сіз қазір тәжірибелі тележурналистсіз. Бүгінде енді өткенге ой көзімен қарайсыз. Сіз енді мынау дәстүрлі журналистиканың өкілісіз. Қазір енді жаңа медиа, жаңа технология деген еніп жатыр баршамызға. Осының айырмашылығы бар ма, ерекшелігі бар ма? Және қазіргі жүргізіп жатқан хабарлардан өзіңіз не түйесіз? Бұлай әріптестеріңіз немесе артыңыздан ерген інілеріңіз, қарындастарыңыз осы жүргізіп жатыр ғой. Соның бір нелер бар ма? Өте жақсы. Енді жаңау журналистиканың жүгі ауыр ғой. Өте жүгі ауыр. Журналист болу деген ол оңай шаруа емес. Біреулер жеңіл қарайды. Телевизиядан шықсам, жарқырап көрінсем, мен жұлдызбын деп өзін сөйтіп санайтындар болады. Одан кейін көптеген жастар әлі де болса сол оймен журналистика факультетіне бөлімшесіне келіп
журналистік мамандыққа бет бұрады. Сіздің сұрағыңызға жауап берердің алдында бір осыны айтайын деп отқаным, мен мына бас редактор көп жыл жұмыс істедім ғой. Жастар келді, қанша тәжірибе алды, өзің де тәжірибеден өттің. Мені Құдайға шүкір, қазір жастарға сабақ беріп жатсын, жастар қатарларын көбейіп жатыр, өте жақсы. Енді мен өз басым қазіргі заманның талабынан қалмауымыз керек. Журналистика ол қазір көш басында келе жатырған мамандық. Алты-алаштың ардақтысы Міржақып Дулаттың айтқан бір тамаша сөзі бар. Қай елдің баспасөзі мықты болса, сол елдің болашағы зор деген. Бұл сөздің астында терең мағына жатыр. Баспасөздің алатын орны ерекше. Ал енді оның ішінде журналистиканың маңдайы жарқырап тұр десек айтуға болады. Өйткені әлемдегі болып жатқан жаңалықты қолма-қол осы газетке қарағанда байланыс саласында тез алынады ғой. Оқырманға да, көрерменге де осының беруіне тез жетеді. Мен әрдайым қадағалап отырамын журналистика өзімнің әріптестерімді. Мен ұлттық арна болсын, хабарлары, Алматының хабарлары болсын, өзіміздің жергілікті жердегі телеарналардың хабарларын қадағалап отырамын. Әсіресе мен жасыратын жоқ, мен мақтанам. Осы Каргудың бітіріп жүрген түлектері көбісі біздің Сарыарқа телеарнасынан қанаттанып шықты. Ол журналистер кешегі мынау Бұхарбаева, Әсима, мынау Руслан Тұрсынғалиев, қазір мынау хабардың осындағы меншісі, Әсима хабарда жұмыс істеп жатыр. Меруерт Әбдалиева, ода республика телевидение істеп жатыр. Айтбола Сүлейменова біздің Сарыарқамызда істеп жатыр. Біздің Сарыарқа телеарнасының жаңалықтарын біраздан бері басқарып келе жатқан менің шәкіртім Гүлбақша Ақажанова. Осы университеттің түлектері. Сарыарқа дегеніңізден шығады, бізде бір аудитория ашық қойды, оның басқасында өзіңіз аштыңыз. Дұрыс. Міне бұл дұрыс айтасыз. Енді бұның жаңағы біз ол Сарыарқа кабинетін осында арнайы аштық, бұдан 3-4 жыл бұрын өзім басқасында болдым. Ондағы мақсат не? Ондағы мақсат осы сіздердегі қасиетті қара шаңырақтағы журналистиканы дайындап жатқан кафедралар мен біздің телевидениенің арасында шығармашылық байланыс. Сіздер оқытыңыздар теориялық практикадан бізде өтсін деген еді. Міне соның арқасында осы кабинет арнайы ашылды. Осы жерде өткізіледі, емтиханды осында алынады, сабағы да осында жүргізіледі, өздеріңіз сабақ күндері дәрісін беріп жатырсыз. Ал одан бітіріп өндірістік тәжірибеден өту біздің телевидениеге жүктелген. Бұл келісім жоғары университет ректор мен біздің телевидениенің арасында байланысты келісімнің нәтижесінде жасалып отыр. Ал енді мен осы жастарды кейде қадағалап көргім, міне өзіңнің шәкірттерім ғой, осының бәрі қанаттанып шықты. Ал шетелде істеп жатқан, басқада Алматыда істеп жатқан біздің осы сіздердің түлектеріңіз, біздің жаңағы қызметкерлеріміз қазір қандай маңдайал журналист бар. Ана Ержанды алыңыз. Ана Алматы холдингінің бастығы ғой. Ана Төленді алыңыз. Әрі журналист, әрі жазушы, әрі медиахолдингтің мықты белді мүшелерінің бірі. Біз сізбен мақтаныш, бізбен мақтаныш осыларды біз. Ал осыларды қадағалап отырып, мен ұдайы қадағалап отырмын, қуанамын. Әрине, қазір күн өткен сайын талап күшейіп жатыр. Медиахолдингтің алдында тұрған басты мәселе көрерменге уақытылы жеткізу, хабарды мен таныстыру, мынау газеттің өз алдына, телевидение, радио журналистикасы ол өз алдына сала бойынша қайткенде оқырманды рухани тың дүниелермен көріктендіру ғой, таныстыру. Міне бұл көрдіңіз ба, бұл мәселе. Мен медиахолдингтердің бас қосуын мен қолдаймын. Мынау цифрландыру заманына бет бұрып жатқан кезіміз бар. Мынау жасанды интеллект деген нәрсеге бас бұрып жатырмыз. Бүкіл әлем бет бұрып жатыр. Бұл не? Бұл мынау заманның талабы. Біз заман талабынан алшақтап кете алмаймыз. Оның үстіне журналистер соның бел ортасында жүру керек. Бірақ алдында жүру керек. Берген жаңалықтарды уақытысында көрсету керек. Мына елден Андерсен деген атақты журналист бар. Американың BBC-де істейді.
Соның мынандай айтқан сөзі бар. Адамды ит қауып алыпты деген жаңалық емес. Адам итті қауып алды десе, ол жаңалық дейді. Көрдіңіз бе? Қандай мәселе? Кешегі ана болды, ана шығарып салды, ана Бейсенбай сөйледі, деп шығарып салған, ол жаңалық емес. Ол қазір телевидениенің жаңалықтарын ондай көруге болмайды. Оның орнына осындай елең ете қалатын, жұртты назарын аударатын, тосын дүниелерді көбірек беру керек. Бірақ шектен шығып кетпеу керек. Одан кейін тележурналист ол өзі сөзге шешен болу керек қой. Шеберлік керек, тәжірибе керек. Сізден үйренсін, менен үйренсін, басқа да әріптестерімізден үйренсін, тоқысын, ана хабарлар, ұлттық арналарды көрсін, басқа хабарларды көрсін, сонда мына жүрегіне тоқу керек. Ана жерде ана былай жүргізіп жатыр, анау былай жүргізіп жатыр. Мынаусы дұрыс екен. Мен де ертең жүргізейін. Сіздің шәкірттеріңіз солай ойлану керек деп өзім топшылаймын. Өте жақсы. Сіз қазір құрметті демалыстасыз, демалып жүрсіз, бірақ бірнеше кітап шығарыпсыз. Жалпы журналистпен қатар жазушылық да неңіз бар, әзіл қалжың, мынау сатираға да жақынсыз. Қазір не жазып жүрсіз? Әлде енді көрген мынау күміс күлкі деген кейін шыққан бірнеше кітаптың авторы екенсіз. Сократ дейтін философ айтқан, көрген біліңді айтпасаң, қарттықтан не жазық деген. Сондықтан көрген білгеннің бәрін мен мынау күміс күлкіге кітабыма түсірдім. Бұл қазіргі соңғы кездерде жазған дүнием. Бұны енді ашып оқысаңыз, енді 2-3 сағатты бітіріп тастауыңыз мүмкін. Бас көтермей өз. Өйткені жаңағыдай тосын болған оқиғалар, жаңағы айтып отырмын ғой. Қызық па? Жаңағы шалдың мені балағаттап жатқаны. Осындай қызық нәрсені түйіндеп, қысқа емес бар. Қазір өзі жасыратын жоқ кім? Әлжан, мынау бұрынғыдай құлаш проза кек ешкім оқымайды. 10 бет әдебиет әңгімеңді оқымайды. Сондықтан он әңгімеңді түйіндеп 2 беттен асырымен берсе, айтатын сол 2 бетпен де айтуға. Мен мынаның барлығы 1,5 бет, 2 бет. Мынаның ішіндегі айтылған мақал, мәтерлі әңгімелер бәрі қысқа рахаттанып өтінде осында жаздым. Ал енді мен мына жерде өнегелі өмір дегенінде мынау облысымызға танымал, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, көптеген тұлғалар бар. Мына өнегелі өмірде біздің өзіміздің Задан Жұмағалиев осы университеттің. Одан кейін барды өндіріс адамдары. Мен мынаның ішінде кімдерден интервью алмадым. Мысалға Қарағанды көмірінің алғашқы ең бірінші Қарағанды шахтері Жәкен Рүстемов болды. Солар бар. Одан кейін өзіңізге белгілі Қарағанды десең, ол шахтерлер елестейді. Шахтер деген кезде ол 7 қат жер астындағы жанын ажалға тігіп еңбек етіп жатқан еңбек адамдары, олардың еңбегі оңай емес екендігін айтып, солар туралы мақала жаздым. Мысалға кешегі Қадыр Әбдірасылов, сәтсіз еңбегі шахтер, Смағұл Тоқымтаев, Жәкен Рүстемов. Одан кейін бар айта берсек, жаңағы осы Төлеген Адам Юсупов металлургия саласында. Сайлау Біләров, атақты сәтсіз еңбеккерлер, Шопан. Олар туралы осы өнегелі өмір хабарларында бір-сыпыра айтып жазған. Өйткені мен оқушыларды бір емес бірнеше интервью алдым, болған, сол тарау ел білсін деген нәрсемен жазып отыр. Қалғанда жазылған дүние бар. Енді тағы бір шыққан деген нәрсе айтайын. Менің мынау телеарна тынысы деген кітабым бар. Онда Қарағанды телевидениесінің 65 жылдық өмірінен кешегі қашан басталды? Кешегі кімдер мұндай редакторлар болды? Қиын кезеңдердің бүгінгі күнге дейінгі телевидение цифрландыру кезеңінен даму аралығында жеткен жетістіктерін телеарна тынысы деген неге бердім. Ол біріншіден оқырмандарға пайдалы, екіншіден телевидениеге өте пайдалы. Сіздерге тікелей пайдалы. Сіздердің жаңа телевидение оқулық ретінде пайдалануға болады. Қарағанды телевидениесі. Ол кезде қазіргідей кәсіпке жаңағы коммерциялық хабарлар жоқ, телевидение жоқ. Жалғыз Қарағанды телевидениесі болған еді. Жақсы, өте сырлы сұхбатыңызға көп рахмет айтып отырмын. Енді бір соңғы сұрақ, сізге уақытта біраз жерге барып қалды.
бүгінгі жастарға, студенттерге, өзіңіздің мынау ізіңізді жалғастырып келе жатқан жас журналистерге, болашақ мамандарға бір тілек батаңызды айтып жіберсеңіз. Мынау қазір жылды қорытындылап аяқтап жатырмыз, жаңа жылдың қарсаңында отырмыз. Осының орайында сол бір тілек батаңызды беріп жіберсеңіз. Өте дұрыс сұрағың. Енді журналистиканың жаңа басында айтып өттім ғой, жүгі ауыр. Журналистикаға екінің бірі бара бермейді, тісі бата бермейді. Өйткені қарымды қаламгер болу көп жігерлікті, еңбекқорлықты қажет етеді. Өйткені қаламгердің негізгі қаруы қалам ғой. Ойы ол оқ. Өйткені көрермен, оқырман журналистерге бір ерекше бір ықыласпен, ерекше бір үмітпен қарайды. Ал ол үміттің астарында көптеген түйінді мәселелер жатыр. Сол түйінді мәселелерді тарқатып, түйінін шешіп беруге міндетті түрде журналистика саласының азаматтары атсалысу керек. Журналист ол халықтың қалаулы азаматы, ол халықтың қамын ойлайтын, билік пен қарапайым халықтың арасын жалғастырып тұрған алтын көпір. Міне журналист осындай салмақты дүниелерді көтеріп, өзекті мәселелерді шешуге бел буып кірісу керек. Сонда ғана ол нағыз журналист болады. Қара сөздің қаймағын қалқып жейтін нағыз ізденімпаз болу керек. Тілге, сөзге шешен болу керек. Оны сөзбен жеткізесіз, тілмен жеткізесіз. Журналист болсаңыз жазасыз, тележурналист болсаңыз айтасыз радиодан или телевизордан. Міне соны анда ғана ол көрерменнің көзайымына бөленесіз. Ал енді ең бір керек нәрсе сенің, менің ізбасар інілеріме, шәкірттеріме айтатын мәселе еңбектену керек, іздену керек. Болдым, толдым демеу керек. Қазіргі жастар тек алға ұмтылу керек. Әлихан Бөкейханов айтқандай, қазақ болсам, еңбек етпей қоймаймын дейді. Сондықтан да халыққа пайдам тисін деп еңбектену керек, іздену керек, тырысу керек. Сонда ғана ол нағыз журналист бола алады. Журналист көптің сөзін сөйлеу керек, көптің тағдырын оң шешілуіне өзінің үлесін қосу керек. Ол үшін білімділік, парасаттылық, ізденіс қажет деп ойлаймын. Рахмет, мынау Әлияға бүгін уақыт тауып келгеніңізге, бізге сұхбат бергеніңізге, әсерлі әңгімеңізге алғыс айтамыз. Ғұмырлы болыңыз, шығармашылық шабыт тілейміз. Рахмет, өздерің дайындап жатқан шәкірттеріңе шығармашылық табыс тілеймін. Жетістікке жете беріңдер. Университеттің даңқын асқақтатып, үлкен құрметке бөлене беріңдер. Шәкірттерің көп болсын. Қымбатты достар, осымен тізгінді тарттым. Әріптестің қойылған сұрақтарына жауап қаттым. Амандықта кездесейік. Осыған риза болыңыздар. Әумин, айтқаныңыз келсін.